Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзімнің көңілімнен шыққан, әрдайым тапсырысқа жасап жүрген чебуректердің рецептісін бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, жан-жағы қытырлақ болып, әдемі болып шығады. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін жібермей қарап, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Ең алдымен чебурекидің қамырын дайындаймыз. Таза тұзымызға сүт, су және ерітілген сары май, жұмыртқа салып, осыларды жақсылап араластырамыз. Біздегі сүт пен су кәдімгі бөлме температурасында тұрған салқын су. Ешқандай да жылы немесе ыстық су құймаймыз. Және де осының үстінен 1-1,5 шай қасық тұз саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі масса болған соң үстінен ұнымызды аз-аздан салып отырып, қаттылау, орташа қаттылықтағы қамыр елеп аламыз. Барлық рецепттердің керекті мөлшерлерінің астына описание бөліміне міндетті түрде жазып қалдырамын. Сол бойынша таразымен өлшеп жасасаңыздар, барлық рецепттеріңіз дұрыс шығатын болады. Негізі көпшілігі осы чебурекидің қамырын ыстық суға елеп жатады. Мен ол рецептпен жасап көрдім, маған ол рецепт ұнамады. Әртүрлі рецепттермен жасап көріп, ең соңында осы рецептке тоқталдым. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Осы рецептпен міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Осылай қамырды елеп алған соң 15 минутқа тындырып қоямыз. Одан кейін тағы да алып, қолымызбен осылай ұйын қандырып, жақсылап қолымызбен елеп аламыз. Тағы да 10 минутқа пакетке салып қоямыз. Оған дейін біз салмасын дайындаймыз. Мен қазір чебурекидің салмасын картоппен жасаймыз. Ол үшін 4-5 картопты жақсылап жуып, күшке бөліп, суға салып, 10-15 минут 20 минутқа қайнатамыз. Әбден піскен соң осылай суын төгіп тастап, үстінен керекті мөлшердегі тұз, бұрыш, приправалар салып, жақсылап араластырып аламыз. Осындай картоп езгішпен, одан кейін үстінен кішкене сүтпен сары май қосамыз. Барлық мөлшерлері астында описание бөліміне жазып қалдырамын. Осыларды да қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Суытып қойып қоямыз. Оған дейін біз қазір қамырмен жұмыс жасаймыз. Біздегі қамырымыз жақсылап ұю қанып дайын тұр. Енді осыны әзірге 2 бөлікке бөліп, бір бөлігімен жұмыс жасап, әр бөлігін кішкентай бөліктерге бөліп, мен таразымен өлшедім. Таразымен өлшегенде 25 граммнан алдым. Әр бөлікті осылай граммен өлшеп, домалақ шарикке айналдырып, осылай илеп қоямыз. Сол кезде қазір жайылуы бізге ыңғайлы болады. Барлығын осы әдіспен жасап аламыз. Мінеки бәрін осылай илеп алдым. Енді осыны бетін пищевой пленкамен жауып, немесе пакетпен жауып, шетінен алып пайдаланамыз. Бір-біртіндеп алып, осылай жұқа етіп жаямыз. Үстінен салмасын салып, қаттырақ басып, жан-жағын нығыздаймыз. Одан кейін осындай узор болып шығатын кескіштеріңіз бар болса, сонымен кесіп аласыздар. Қалған барлық чебуректерді дәл осылай жұқа етіп жайып, үстінен салмасын салып, жан-жағын қаттырақ етіп бекітіп, үстінен жаңағыдай кескішпен немесе вилкамен басып шықсаңыздар болады. Арасына салмасын салғанда кішкене жайыңқырап, жұқарақ етіп салсаңыздар, ол әдемі көрінеді. Және екінші бетін осылай жауып, жан-жағын жақсылап нығыздаймыз. Майға салып қуырғанда арасы ашылып кетпеу керек. Кесіп алған кездегі қалған кішкентай бөліктердің барлығын жинап, одан да осындай чебурек жасап жүрсеңіздер әбден болады. Тастауға болмайды. Жасап болған чебуректердің бетін міндетті түрде
пищевой пленкамен немесе орамалмен жауып қойған дұрыс. Сол кезде беті қаязмай тұрады. Барлығын осылай жасап алдық. Енді майды қазанға май құйып, әбден қызған соң ғана чебуректерді салып қуырып аламыз. Екі бетін 1-2 минуттан жақсылап қызартып, қуырып, сүзіп аламыз. Дәл осылай басқа да рет чебуректерді осы әдіспен қуырып аламыз. Қуырып жатқан кезімізде газдың астын орташа отқа қоямыз. Сол кезде жақсы болып қуырылады. Мінекей, осымен біздің чебуректеріміздің бәрі дайын болды. Сырты қытырлап, іші жұмсақ болып шығады. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Дәл осы рецепт бойынша жасап көрулеріңізге кеңес беремін.